14 ақпан шын жүректен кітап сыйлау күні. Бұл күн кітап арқылы білім мен мейірімді ұштастыратын ерекше күн. Кітап білім мен рухани байлықтың көзі. Ол ойды дамытып, адамды тәрбиелейді. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Кітап әрбір оқырманның асыл бұйымы, рухани мүлкі болуы тиіс. Сәлеметсіздер ме? 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні екен. Сол іс-шараны сіздер кітапханаларыңыз әлеуметтік желіге жариялап акция ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Соған өзімнің кітабымды сыйлауға сіздердің кітапханаға табыстауға рұқсат етсеңіздер. Кітапханаға кітап сыйлау акциясы жүріп жатыр. Сізге көп рахмет. Саламатсыздар. Мына кітаптарды оқып болдым да, содан кейін үйде артып тұрған кітап балалар да оқып бітірді. Сондықтан сіздерге мына кітапты сыйлайын дедім. Қалдыңыздар. Я прочитала очень интересную книжку и хочу ее подарить в вашу библиотеку, чтобы прочитали и другие. Спасибо. Саламатсыз ба? Мен мына кітаптарды оқып бітірдім, енді басқа да оқырманға сыйға тартайын деп едім. Рахмет. Кітапханамызға келіп, кітап сыйлаған әрбір оқырманымызға алғыс білдіреміз.